Çarşı toptu akınlar bir şandatsın, şarşatsa telefon men tele jarız. Arkanın toprağının barlık altın, bol жерді tangda eken nege kanış. Asmanda da жұлдызы жарқырап тұр, астына мінбесе де кеме қарыш. Мыстан бұлақ аңызған бұл қаланы, таң қалдырмас теңізде терең ағыз. Бектеріне бүгіннің бақ бұйырмай, шекпеніме болалды еге кәріс. Қазынамды өзіме қайтаратын жаңа Қазақстанға керек әдіс. Шетке бермеймін десең байлығыңды, шетіңнен шекараға шеге қағыз. Тауынан биік болған туған ұлы тау ұлтұясы деген әбіш. Ассалаумағалейкум сәлем бердім, Жезқазғанның жұртына жебе намыс. Сәтбәйім қаласына басын дейдім, Қаныштың маңдайындай кере қарсай. Дүниеге қалар дейсің кім байланып, бәрі жатып алыпты ыңғайланып. Қан шашырап бетіне көк аспанның, қанша таулар кетіпті құмға айналып. Әйтеуір қазақ аман келе жатыр, тағдырдың қайрағына мың қайралып. Кешегі 31-дің зұлматында мойынымызға кидік құлдай қамыт. Ет таба алмай қалыпты тіске басар, етігіне жүргендер сырмай жағып. Көрімізге тірідей түсірем деп, төрімізде жатпады кім жайданып. Қаныштың Қарсақбайда жүрген кезі, жұртым деп жүрегіне мұңғай қалып. Туған жер Баянтауға аттаныпты, Қаранардың қолында тұрмай мажым. Атақты небір байлар аштан өліп, халықты қылып жатты қылдай марық. 10 шақты балаларды жинап апты, туыстары жатқанда тұрмай қалып. Жезқазғанға үйіне ап келіпті, жатқанда ішіңе тіл байланып. Аталарымды аман ап қалған жер бетінде бар мекен мұндай қалып. Біз өзір Баянтаулық болғанымен, Ұлытаудың жұртымен бір қайнадық. Нарларша жүгің тартып бір көрейін, Марқайлар ән салғандай сырын айналып. Қаныштың 10 шақтылы жүрген жер ғой, 9 планетадай күнді айналып. Айныстың қатар жортқан орманында жолықтым мейірбектей көк жамылға. Келіп кете береді жаңа достар, ескі күйеу жолдасым бол жанымда. Кезінде серілердің серседің, түр-түрін кезек мінген жорғанында. Төсіне күн түймеген аққуларды төсек қып жамылушен қонғанында. Ақыры жаңарқаның қызын алып, құдығым болсын дедің көл маңында. Әкең де осы елдің қызын алып, қартайып бүгін құда болды ауылға. Қорықпа мына менен жеңілмейсің, қайнадан отырғанда сол жағында. Жиенің қалай бүгін жеңдірсе де, нағашы жұртыңның тұр қолдарында. Ал мейірбек ендеше өзің айтшы, қайсылайды өмірдің жолдарында. Бұл елге жиен бала болғаның ба, жоқ әлде күйеу бала болғаның ба?
бесікпен табытқана таңдау бар жұмаққа да тамұққа да ел болмаса күніміз қараң біздің су болмаса бақыт жоқ балыққа да мансабыңды өсірер адам көп қой мәртебемді өсірер халық қана ақындарды қарсы алды құшақ жайып сәтбайыттай жұлдызы жарық қала шайырларың елуге толып жатқан шаһарыңды жырласын шабыттана Ұланғайыр даласы Ұлытаудың ұлылық деген сөзге анықтама бұрынғы ерлігімді көргің келсе бұлантының жағасын барып қара ассалаумағалейкум аманбысың жауласқанда қақпасы жабық қала тізеге жан жеймін деп келгендердің тізесін дірілдеткен алып далам Ай құдамып, тай жанақын бұдабайға әкетмен бажа болсам кінә қойма. Аспанбек біраз әзіл айтып кетті жігіт деген болсаға шыдамайма. Әужекең қайнаған боп қараспайды екеуміз де бауырымыз бұл ағайға. Жиенін бұл халықты жеңдіреттеп көңілі күпті болдау күмән ойға Аспанбек бұлай тұрсын бұйрық келсе аспандағы жұлдызда құламайма Қамышқа қала берген Сәтбаевтың ақбегені өзіңе ұнамайма Бабаңды аман алып қалған жерде баласы топқа түссе тұралайма Жиен болған жеріме күйеу болсам таңғалма жүрген жандай мұражайда тарихта мұндай жандар толып жатыр тұлғалардың барлығы тұрар ойда ар жағы тірелесің Шыңғыс ханға бер жағы тірелесің Ұлабайға екі жұрттың қайсысы ұнайды деп аяқ асты келді ме сұрақ ойға баласы Ұлытаудан келін әкеп анам қатты қуанды бұл орайда айналайын деп жүрген төркінінде айналып шыға келді құдағайға көке бала дегенде көке бала сезіктеніп сөйлеме секем ала әкемнің күйеу болып келген жері Ұлытауды мақтаныш етем аға күйеуді 100 жылдық деп қазақ айтқан бұл сыйластық біздерге жете алама сондықтан әкемізбен екеуміз ақылдасып шешкенбіз екеу ара қотыр жолдан қиналып бұл ауылға шаршап сірә жетушек шекараға асфальт жол қай кезде салады деп армандап әр сапарда өтем аға қалғанын үкіметке қалдырайын мен жалғыз не бітірем жеке дара әзірге 1000 жыл бойы мызғымайтын алтын көпір сап бердім екі араға ай айтқанша ағайынға тегін ақыл Аспанбек шаман келсен мені жапыр үш жұртымның екеуін түгендедің тіліңде сексеуілдің шоғы жатыр бағаналы Найманның баласы едім шежірем шегенектен әрі жатыр кер шолақ атты ер шоштан менің бабам барыс жүрек кеудесі бөрі батыры Ұлытаудың төрінде сол бабамның жоңғарлармен шайқасқан жолы жатыр Қоскөлге баратұғын қара жолда ер шоштан бабамыздың көлі жатыр жез қазғанда көркейіп көшесі тұр мақтанышпен айтамын соны батыл үш жұртымның бәрі де бөтен емес тарихтың таңбаланып мөрі жатыр анамның төркіні де келген жерде бабамның төрт босаға төрі жатыр ай айтыстың болмасаң да ардагері сен едің сарыарқаның саңлақ ері келген жерің қанышты
Баянауыл Бақтынған аудан еді. Алматыда қай бір жыл алтын домбыра, айтысында жұлдызың жанған еді. Аспанбек деген сойқан солай тұста бас жүлдеге басқа жол таңдап еді. Қаныш қапқан алтынды ауылыма әкетем деп әлекке салған еді. Қазыларды қорқытып қанышпенен ақыры алтын домбыра алған еді. Ол бірақ бір жылдан соң қолдан тайып мұхтарменен музейге барған еді. Ақ басындай алтындай алтынға қызықсаң да атаңның атын айтып нең бар еді. Білмеймін жолыңызды неден кестік, әйтеуір сол сөзіңе елеңдестік. Сәтбаевқа кеп қапсың сәтін салып, айтыста көрсетіп жүр төбеңді өстіп. Шахтерлардың барлығы уайымдап жүр, өзің айтқан баяғы өлеңдестік. Атасының тапқанын ап кететін Аспанбек келе жатыр дегендестік. Қаныштың өзің әлкей марғылансың, Баянауыл биікке баулығаншың. Атаңның тапқандарын түгендесең, асеке басқалармен жаулығарсың. Ағайынға түсірмей салмағыңды ағайды алдымызға алдырарсың. Неде болса дәл бүгін бұл Ұлытау Аспанбектен қауіптің алдын алсын. Бір бастаса бұл жігіт тоқтамайды, дарындысың, бірақ сәл дауғымарсың. Карьераңды ұмытып, айтыстағы карьерді ап кетем деп дауғарсың. Мен сенен бас жүлдені қызғанбаймын. Не алса да Аспанбек бауырым алсын. Баяғы әдетіңе басып кетпей, бірақ бүгін басқаша қамғыларсың. Әйтпесе енді ғана облыс боп жатқан елді есінен тандырарсың. Атаңа қала берген Сәтбаевты Сарыуайымға қайтадан салдырарсың. Кеннің бәрін тасысаң керекуге, елдің бәрін жұмыссыз қалдырарсың. Жөн болмайды күдіктенген, Баянтауда туылған жігіттерден. Қорықпа, кенделіңді ап кетпеймін, ел десе бүйрегімді жұлып берген. Қанышпенен шапықтың жалғас едім, ел бақытты болсын деп үміттенген. Жайылған Қарағанды облысы сусыз жатқан кезде де рух берген. Қаржастың балалары емес мені, қарел тісті бер қарай бұрып берген. Бүйірбек көп түспеші әбігерге, көрінер уақыт бопты дәрігерге. Біздікілер байлықты алып кетпей, керісінше береді тау берге. Ол әкең екеуің ғой әкететін, бәрімізді сап қойған әбігерге. Бұл елдің қызын алған аз болғандай, көз таслай бастапсың ғой жәдігерге. Қорықпа, карьерді ап кетпеймін, айтып берейін жұртым бәрінерге. Ұлытаудың бір қызын алып қашып, түсіп жүрген сенсің ғой карьерге. Бейірбек бізге олай мұздамаңыз, осалыңдан болса да ізганаңыз. Ағайындар бақытты болсын деймін, Қызыл Ордаға кеткен қыз балаңыз. Жарыңмен бір жастықтан арқайғайсың, біз қайтып бақытыңды қызғанамыз. Бұл жақта жалғыз күйеу сіз ғана емес, сондықтан сақынада сыздамаңыз. Ұлытаудан қыз алған елдер көп қой, Ұлытауға ұл берген біз ғанамыз. Шын болаттың шын
жыл тыңдаймын деп нұрдың әнін. Астанамыз жарқырап тұрғанымен ауылдардың жағдайы бірлі жарым. Жолымызды сала алмай әлі жүрміз, байлығымды басып ап түрлі қарым. Екі бассыз ридердің жағдай анау, оны ойласа мұздайды мұңды жаным. Байлар анау дүниеге сәжде қылып, Дубайда қасым жатқан дырдырауын. Жерімнің, келімнің бәрін бірдей сыртқа тасып, жерімнің талан-тараш қылды бәрін. Алтын көрсе періште жолдан қаяр, дүние былғамаған кімнің арын. Алтынды қап-қапмен ұстасаң да, қайран атам басыңды шұлғымадың. Сатқындарды көргенде сатып жатқан, сәтбәйіпті сағынат күллі қауым. Картасына түсіріп қазынаны, қалтасына салмаған бір грамға. Алаштың арқалаған ақ сенімін, мен кешегі әлкейдің әскерімін. Сайдың тасындай құртты небірерді, саясатын жүргізіп мәскеу ұрын. Қаншер қамандардың кесірінен қаншасы сыпырылды бас терінің. Қаншта қайта-қайта көзге түсіп, бірі деп академия мастерінің. Қасында Бекмаханов шокиндер бар, қадірін іздеп кетті қасқелінің. Сол кезде Әлиханның үгедейі бір екен көзін ашқан жас бөрінің. Жезқазғанға жұмысқа алдырыпты даламның зердесін деп тас темірін. Бабамның бәрі тірі болар еді, адамның ұзартқанда ақ өмірін. Имантайдың ұлындай қайдан болсын бүгінгі битталым мен машкейімің. Атам жүрген жерлерді көрейін деп, жетелеп алып келді жас көңілім. Өзімнің ауылымнан алмайды екен, бұрын көрмесем дағы әстеп бірін. Қайдан жұттым деп отсам бұл ауаны, қаныштың изекең ой кәстөмінің ағын. Оны таулай алыпсың ғой, жауыңның жүрегіне дәрт дарыпсың ғой. Әкесі де қыз берген өзіне де, ұлы тау шыннан жомарт халықсың ғой. Әйтпесе 10 жасыңнан домбыр алып, қазақтың әр жеріне барыпсың ғой. Туған жерді бір құдай таңдап берді, қайын жұртыңды өзің тауыпсың ғой. Жаңарқа қымызымның отан еді, сен ол жерге ай сайын барыпсың ғой. Жүрсіннің бір жүйрігі дегеннен соң, шашаңа шаң жұқтырмай шауыпсың ғой. Аузыңда бір түрлі темірлер бар, жуырда стоматологқа барыпсың ғой. Жаңарқа қасиетті құтты мекен, ол елді бақытым деп таныпсың ғой. Қайын жұрт атты кісіден таниды деп, аузыңа брекетті алыпсың ғой. Елмен арқайын болсын, қай жағы болсын, басқалар мына сендей қайдан болсын. Күйеу болсаң қызметті дұрыс атқар, жүрген жерің осындай жайлау болсын. Жарыңменен мәңгілік бақытты бол, таманың қызын алған найман досым. Ал енді әрі қарай сен сөйлеші, бұл бала 5 қаруын сайлары болсын. Қазақтың тілін жөндейді деп жүргенде, тісін түзетіп жүрген қайран досым ай.
айтқан, содан соң ауыздағы тісті айтқан. Әрдеңенің сөз қылып Аспанбектің көрген адам секілді түс ғайыптан. Ат сүрініп болғанша табар ақыл, сен едің айтыстағы кәрім ақыл. Карерге түсіп кеткен сен шығар деп батырланып сөйлеме бала батыр. Әкем мен екеумізді кінәлама, болсаң да қанша жерден дана батыл. Алтын шыққан жеріңді белден қаз деп атам қазақ айтқан ғой дара нақыл. Тісімді түзетем деп темір тақсам, келгендей шошынбашы заман ақыр. Ағайын Аспанбекке ренжімеңдер, үмітін үрейінде қамап отыр. Азуыма ілініп кетпейін деп аузыма үңіліп қарап отыр. Ай аралап атам жүрген ой әлемін, өзіңше өзгертесің бояу өңін. Тілдің жайын тіреген тіске әкеліп сен неткен жүрек жұтқан ноян едің. Қазақтың бас қайғысы қазақ тілі, әлі сол өзгермеген баяғы елім. Билікте тіл білмейтін мәңгүрттері көп, бір аясам соларды аяр едім. Мылқауға да тіл шығар уақыт болды, 30 жылдан асты ғой оян елім. Мәселені шешуді маған берсе, соларды сойылсыз-ақ сояр едім. Ана тілін білмейтін арсыздардың төбесін 4-5 жерден ояр едім. Қазақша сөйлемесе қажап тұрар, тіліне темір салып қояр едім. Десек те өмір басқа өзгерді ағыз. Ол кезде бір үкімет сөзбен намыс. Ұлытауға ұл берген біз ғанамыз деп бүгін биіктерді көздеуде алыс. Далама бұрғы салып, ұңғы салып, бұл жерден қазын іздеп кезген қаныш. Тастың тілін түсініп, жұмыр жердің жүрегінің дүрсілін сезген қаныш. 95 жыл бұрынғы тудосыдан бір тарих бар, көз салсам кездерге алыс. Құмға кеп қайырлаған кемес бетті, ол кезде айдарымнан желеспепті. Бұрғылауды ең алғаш бастаған кез, көңілін ерғаныштың көмес кетті. Станоктар аязда істен шығып, жылы жер жабық бөлме елес бопты. Қара жерге қар түсіп сарыарқаның сақырлаған аязы өңеш көтті. Сонда Қаныш халықтан көмек сұрап, Қарсақбайда келелі кеңес бопты. Ауылдың қариялары сол жердегі төрге келіп жайғасқан көрес бетті. Әр ауыл бір киіз үй әкелеміз, оған бола ортаймас тегеш депті. Сол кезде Қаныш қатты риза болып, бұл да бір бағындырған белес депті. Сіздерге үкіметтің азғантай бір сияқысы бар еді деп ескертті. Ахмет деген қария дәл сол жерде ағайын, білсеңіздер нені ескертті. Не берсек те береміз біз сен үшін, ел қалай ердің қамын жемес депті. Арқан жібін ақшаға сататындай арқа жұрты саудагер емес депті. Қарсақбай қарияның сол бір сөзі қазақтың бар болмысын елестетті. Айыстың сен болсаң да айбат деді, арасында қарақ қой жайлап бері. Ер Қаныш сенің ғана атаң емес, бар қазақ мақтан тұтар байрақ деді. Ерлігі еленбеген ерлер аз ба, таусылмай тағдырының қайғат теңі. Сәтбаевтай саңлақтың арқасында аршылды Ұлытаудай аймақ кені. Сол үшін де соғысып Мәскеуменен тамағы талай мәрте қаймап беді. Ең соңында еңбегі ескеріліп, есімін жер жаһанға жаймап беді. Атына планетаның атын беріп, қалаға Сәтбаевты қоймап беді. Ұлытау қасиетті ел болмасаң,
Қазақтың қайдан шықсын қайраткері, Баянтауда түлеген бала бүркіт, Қарсақбайда қанатын жайнап еді. Именіп инженер болып келген жігіт, академик болам деп ойлап еді. Ау көбейсе аттаншылмен ойбайшылдар, өздерің намысымды қайрайсыңдар. Аспанбек елдің жайын айтып кетті, әпбәрі деп қолдаған әрқайсың бар. Қарапайым халықтың үкімет қай кезде жағдайына бойлайсыңдар. Президенттің алдында есеп берсе, президенттің алдына барған кезде өтірік есеп беріп сайрайсыңдар. Депутаттар сауалын жолдағанда барлығын моп-момақан қойдайсыңдар. 85 мың теңгеге күн көреді деп сендер осы қайбаспен ойлайсыңдар. Тамағын кәсіпкерлікпен алып жүрген қандасқа неге құшақ жаймайсыңдар. Шахтада опат болып жатқанда жұрт яхтада рахат көріп тойлайсыңдар. Бастарың бірақ қайдан ауырады, мұрттарыңды мұнаймен байлайсыңдар. Киімнің ең қымбатын киесіңдер, көліктің ең қымбатын айдайсыңдар. Халыққа да бірдеңе қалдырыңдар, сендер бәрібір жегеннен тоймайсыңдар. Халық теңіз толқынын аспан қатса, өкініп бармағыңды шайнайсыңдар. Қаңтардан соң ашынып отқан елдің ашуына тиюді қоймайсыңдар. Жаралы жолбарыстың жанына кеп, жонына қол жүгіртіп ойнайсыңдар. Аспанбекті қақтау қотқа, қарайын қарсы алдымда қақпан жоқ па? Екі бассыз ел жұртын былтыр қыста жылу таппай қалдырап қаққан жоқ па? Жаудығы жаба тоқып тестеріңіз былыққа белшесінен батқан жоқ па? Жылытатын ел қалып пеш әперіп, көпшілік боп көрпесін жапқан жоқ па? Президент назарға жағдайды алып, әкімдерді қазықтай қаққан жоқ па? Шалқайып креслода отырғандар шабына от тигендей шапқан жоқ па? Үйретеніп болғасын су іздейтін әдетпен кінәліні тапқан жоқ па? Аспанбектей ұлдарын дәл сол кезде қабағын қара шелдің баққан жоқ па? Жырыменен жылытып жерлестерін үсіген ел үмітін жаққан жоқ па? Еліңе рух беретін өлеңдерің WhatsApp-пенен таралды чаттан чатқа. Елім тоңып жатқанда Түркістанға айтысқа бармаймын деп айтқан жоқ па? Кешегі шашылмайтын болмандардай қар кезеңде ел жүгін тапқан жоқ па? Аласеге айт отыр не жаңалық? Елден бұрын естіген ақпар жоқ па? Тоз-тоз болып тотығып құрып біткен құбырларын қайтадан атқан жоқ па? Акиматқа барып ұстап жүрмейді сені, бұл жерде біз білмейтін гәптәрі жоқ па? Өзіңді арнайылар шақырып ап, оңашада саған мұң шаққан жоқ па? Өздерінің кәсябын жабу үшін бар міндетті бір саған артқан жоқ па? Асеке 4-5 өлең дайындап қой деп әкімдерің тапсырып жатқан жоқ па? Заказды орындайды деп әкім айтқан, мынау күмей көздерін бақыр айтқан. Елімнің мұңмен зарын мен жырласам, ханның да жүрегіне батыр айтқан. Әкімменен бір болып көрген жоқпын, мен емес жоғарғының атын айтқан. Мен кешегі Бұхардың ұрпақ едім, Абылайға халықтың датын айтқан ай. Халықты шомылдырып ойғымызға,
екі бас жайлы сұрақ қойдыңыз ба? Ол рас екі басты бір тоңдырып жоғарғы жақ байлыққа қойдыңыз ба? Былтырғы жағдай өзі қиын болды. Біздің екі бассызым тойдымызға абам ибатын іздеп бар қазаққа грелкі байлап жаттық қойдымызға. Өкімет екі басқа көмектесін, ағайын мұнмен жасқа тойдыңыз ба? Атымыз екі бассыз болған менен екі басымыз жоқ қой мойнымызда. Ұлытаудың әр ұлы бек дейін екен, бек болса елге қызмет етпей екен. Шым Болаттың еліне келіп тұрып, қалайша домбырамды шертпей етем. Мысалы анамның қос дүниесі домбырадағы екі шектей екен. Тиегіне түкіріп жүрген кезде бір күні бір үзіліп кетпей екен. 18 пернесінен төгілгенін 18.000 қаламға жетпей екен. Домбыра ол қазақтың рухы емес пе? Бұл қазақ ән тыңдамай ет жей екен. Қасиетті домбырамды харам деген жандарға неге тоқтам етпей екен? Олар кім домбырамды харам дейтін, қалайша ар-намысың шөкпей екен? Қазақты харам деген сөз емес пе? Бүйтер болсам көсегім көктей екен. Ұшаққа домбырамды кіргізбейтін кім құлай арыстанды шектей екен? Қайран менің осынау қазағым-ай, әр күнім мұңғайлысыз өтпей екен. Жошыларды тепкенше ақсақ бұлан, осыларды аузынан теппей екен. Елімден жырлағанда дем алмаған, қазақта ешбір ақын жеңе алмаған. Мейірбек осы менен сен даман бол, жақсылықты тілеймін тек Алладан. Қаныштай нағыз ерлер туа берсін, бұл ел тек алыптарға төр арнаған. Барлық қазақ бақытты болсын дейміз, бұл дүние қайтадан оралмаған. Мейірбектей бауырым аман болсын, бойында ар-намысы жоғалмаған. Кейінгі кез жарқырап жұлдыз болып, передача жүргізер ел арнадан. Қазақтың ақындарын тірілтуде қалайға бойға жырлар оралмаған. Өзіңдей бір бауырым аман болсын, бабаңның қонған бағы тоналы алмаған. Айтыста айтып жүрген шындықтардан, арасында айтып қой келе арнадан. Сөзінің бірі жамау, бірі құдау, сенерің Аспанбектей тірі жырау. Кешегі қотан жырау жырлағандай, Мейірбектен ең бар ед құлыным-ау. Қасыңа жарты сағат жайғасып ем, қақпандағы қасқырдай ұлыдың-ау. Телеарнада жүргенімді мазақ қылады, тиктокта отыратын ұлы жырау. Аспанбек айтыстағы шоң емес пе, қазақта сал серінің соң емес пе? Шындығыңды эфирден айтып қой деп, айналдырып қайтесің келемешке. Мен эфирден жаңалық жүргізбеймін. Ол жағдай түспеді екен неден еске. Ардагер ақындарды дәріптеймін, көрсетсем айтыстың алтын болар қол емес пе? Шым Болатқа арнадым бір хабарды, шындық деп шырылдаған ел емес пе? Бір хабарға мұқашаған өзі келді.
жасайтын жол емес пе? Әкім боп тұрған кезде бір өлеңмен қызметтен қуылған ден емес пе? Сол өлеңді эфирден оқып беріп хабардың аяқталған соң ерекше. Аманжол ағамызда қонақ болды, өзіңе ел көңілі зор емес пе? Бір Серікзат ағам бүгін шықты эфирден. Ол кісі таусылмайтын кен емес пе? Онсыз да телеарналар осы күні жасанды жұлдыздарға қол емес пе? Бұлбұлдардың сайрайтын бұтағында қарқылдаған қарғалар көп емес пе? Ақындарды көрсетсек эфирлерден көрерменнің көңілі тоқ емес пе? Сен болсаң шындық қайда қалды дейсің, өз тілің өз басыңа сор емес пе? Шынайы таланттарды дәріптесем, шындықты көрсеткенім сол емес пе? Қоздырып халқым тұрса делебемді, Ұлытауым жырлайын өнегеңді. Мыстанға жасаған бұл Ұлытау Мысырда жасағандай кенелерді. Ақылым заманнан-ақ бар әлемнің ерекше ықыласына еге болды. Оғыздардың тұсында астана боп асқақтадың кеңейтіп керегеңді. Найзаменен дулыға құятылын қалып тапқан қазғандар төбелерді. Жошыменен жол бастап бір заманда Шыңғысхан Ұлытауға неге келді? Қаптаған қалың қолын қаруменен қамтамасыз етем деп сене келді. Жезқазғанның жезінен жасамап бет сауық десер сарнауық жебелерді. Батылдың 12 жыл Европаға жорығы осы жерде шегеленді. Құлағу шамшақатын шабар кезде кет бұқа кеңес берген көрегенді. Ақ киізге көтеріп ордам өзің, ақ ордамның хан сайлаған ақ ордам өзің едің. Ақ киізге көтеріп төрелерді. Ұлытаудың еңбегі ұшан теңіз, ел болудың жолында егеменді. Тарихи шындық қашан жуытпайық, айтылар әңгімені сұрыптайық. Азаттыққа азапты жолмен жетіп, көңілден тұр ғой бүгін күдіктайып. Жоңғарлардай жойылып, жер бетінен қазақтай болмасын деп ұлыт қайып, ата жаумен алысқан арыстарым арманын орта жолда құрыппайық. Бабалардың ерлігін еске алғанда алдымен Ұлытауды ұлықтайық. Жауға шапқан батырды мақтағанда қылыш соққан ұстаны ұмытпайық. Көп сөзіңнен аузыңа көп қатты, көзіңден отың сәл-пәл солып қапты. Үкілі ыбырайға қол соғыңдар, Тайжанның ауылына келіп қапты. Бұрында Аспанбекті білуші едік, бір күнде бес айтыста зорық бапты. Зіркілдеп зікір салған бақсыдай боп, қай ақын келсе де қорықпапты. Бүгін бірақ Аманжол ағамыздың әріне сап, бүгін сәл кемеліне келіп қапты. Бақсының жынын бақсыз басат деушен, сол сөзге бүгін аспан сеніп қапты. Қойлыбай бақсы туған елге келіп, қой аузынан шөп алмас болып қапты. Аталардың бөлуге мәстір жаман, қасындағы сенерін қасқыр балаң. Қасарысып қайтеміз қас дұшпандай, қасқырда бір-біріне қас қылмаған. Жақында бұл Аспанбек әке атанды. Екі ай бойы тойлап жапсың жаман. Ұлыңа мәшһүр деген ат беріпсің, сақтаған сап алтындай дәстүр даман. Мәшһүрдің әкесі осы айтыс сайын Мәшкевичтің адымын аштырмаған. Ерғаныш Жезқазғанға жетсе депті, қар ертістің арнасы тасқындаған. Судың тапшы болатын сезген екен, кезінде де жағдайың асқынбаған. Ерініңе ертістің суы тисе, жанарынан күн туар еді жас құрғаған. Ол бірақ орта жолда тоқтап қалып, жәйдерден бері қарай астырмаған. Аспанбек енді саған тілейтінім, жүре бер көк аспанның астындаман. Елге еңбек сіңірер, ер болса екен, ұлың елге еңбегін сіңірсе екен,
алмайтын Сәтбаевтай хас тұлғадан қаныштың арманына жеткізетін халықтың ұлы болсын. Мәшһүр балаңа Ондайда бір шумақты табасында отырмыз Сәтбаевтың қаласында. Ол рас ұлым атын мәшһүр қойдым, баланың қасиеті бабасында. Бұйырса келесі қаныш болады, мұнда елдер көп болсын алашында. Мейірбек передачам үзілмесін, айналшы қазақтағы жанашырға. Ол рас қалай жақсы келіп кеткен, ағайын мен сөйлесем манасың ба. Ең бірінші аман жол ағам келген, айналған айтыстағы дарашыңға. Парламенттің төрінде отырып ап, жұртының жазын жүр ғой жарасында. Одан соң Бұқаш ағам және келген, бұйырса ән қалай шаласында. Шақырдың мақсатпенен дидардына, Мейірбек мына біздің баласың ба. Бұйырса тек тойларда жолығайық, кездесейік кеңгірдің жағасында. Түгендеп біткен болса қайын жұртты, бізді де шақырып қой арасында. Шақырмай жатырсың деп даттадың ба, айналған жігітсің ғой ат балуға. Айтыста да қаншама ардагері бар, алдымен мен соларды мақтадым да. Аспанбек саған кезек кейін тиеді, сабыр сақтап жөн болар тоқтауында. Халықтан сүйін сөзін сұрап берем, қаныштың әкесі болып жатқанында байқай.